ананың төл перзенттерінің қызықты қылықтары мен жұмбаққа толы сан алуан деректері адамды еріксіз таң қалдырады. Мәселен, қабыландар мысық тұқымдасының ең епті жылдам жүгіретін жыртқышы. Қасқырлар топ-топ болып үйір құрып тіршілік етеді. Қаншық пен көкжалдың бөлтіріктері ата-анасымен 10 айдан 54 айға дейін бірге жүреді. Үйірді көсем басқарады. Кит әндері дегеніміз, киттер бір-бірімен хабарласу үшін шығаратын дыбыс. Олардың әндері белгілі бір үлгіні қайталап тұратындықтан адам әніне ұқсайды. Дельфиндер ең ақылды су жануарлары. Олардың зерделі ойы адам мен адам тектес маймылдардан кейінгі орынға ие. Дүниеге келгеніне 2-ақ күн болған қарақұйрық сағатына 95 км жылдамдықпен жүгіре алады. Араның ызыңы өзінен емес, қанаттарының қағысынан шығады. Олар қанаттарын минутына 11400 рет қағады. Ызың қанаттың әні. Керемет бағбан. Миллиондаған теректердің көптеп өсу себебі осы кішкене ғана шаруалардың тығып кеткен дәндерін ұмыт қалдыруынан шығар.